Сәлем достар, сіздермен бүгін ерекше таңғы ас жасайтын боламыз. Ол үшін бізге сыр, жұмыртқа, сосиска немесе колбаса керек болады, және де қалауларыңыз бойынша зелень қосатын боламыз. Барлығын осылайынан теркадан өткізіп алдым. Одан кейін үстіне 2 жұмыртқамызды қосатын боламыз. Дәміне қарай тұз, бұрыш қоссаңыздар болады. Жақсылап араластыратын боламыз. Кішкене зелень қостым мен. Одан кейін лаваштарымызды осылайынан кесіп аласыздар. Осылайынан салып конвертикке жасайтын боламыз видеодағыдай. Достар, қазақша контентті қолдап, жазылып, лайк басып, комментарий жазып қойыңыздар. Рахмет. Барлығын осылай жасап болғаннан кейін ыдысымызға 2 жұмыртқамызды бөліп алып, жақсылап араластырып, үстінен кішкене сүт қоссаңыздар болады. Осы уақытта пешімізді қыздырып, табамызды қойып қоямыз. Табамызға осылайынан кішкене сұйық май құятын боламыз. Одан кейін лавашымызды алып, жаңағы дайындаған массамызға екі жағынан аунатып пісіріп аламыз, қызарғанға дейін. Мінекей, осылайынан екі жағын қызартып пісіріп алатын боламыз барлығын. Осымен таңғы асымыз дайын. Ерекше таңғы ас жасап көргілеріңіз келсе, осы рецептпен жасап көріңіздер. Ұнаса лайк басып, подписаться етіп қойыңыз.